Болды енді поздно. Мағаннан ашып бере қой, Ботақан. Жаңағы сұрақтарды ашып берсең болды, мен қазір өйткені бір күшті кісімен прямойға кірем. WhatsApp-қа жібердіңіз ба? WhatsApp-қа жіберемін, сол маған ашып қойып қоясың ғой. Сосредоточиться, чтоб. Біздің де свет өшіп қалды ғой. Сонымен свет өшіп қалып, мына соткамыз аяткы сразу үйдің іші қап-қараңғы. Қойып, мына өшіп қалмайды ғой, Өшіп қалмайды. Қолыңыз өлдірді. Балтик кетіп қама қасыма кеп тұр, Ал, бісміллә. Так. Ассаламалейкум, достар. Мен есігім жаба сала қойшы, Балтик. Ассаламалейкум, достар. Қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Бүгін бір қызық эфир болайын деп тұр. Көріп алыңыздар. Мен бүгін өзімнің әке шешемнің үйінен кіріп отырмын прямой эфирге. Аяқ астынан біздің де свет өшіп қалды да, білмеймін, көшеде бірдеңені қазып жатыр ма. Содан кейін үйдің іші қап-қараңғы болғаннан кейін жүгіріп келіп сіздер үшін уәдемде тұрайын, сағат 5-те шығам дедім ба, шығайын деп отырған бетім. Қалайсыздар жалпы? Кері байланыс жасап отырсаңыздар, естіледі. Кешеден бері эфирлеріңізді көріп жатырмын деп. Сабаққа қосылғандарыңыз бар болса, сабаққа қосылдым деп. Қалай күтіп жүргендеріңізді, жалпы ойларыңызды, менің өмірбаянымды естіп жатсыздар. Негізгі мен өзімді өте жақсы таныстырып жатырмын, сіздердің араларыңызда. Сіздер мен тек айтыскер ақын, елдің алдына шығып, сөйлейтін, өлең құрастыратын, суырып салатын ақын ретінде танысаңыздар, сіздер мені қазір жан-жақты танып жатсыздар. Мен басында ойлайтынмын, бұл дүниелердің керегі жоқ шығар, мен жалпы кімге қызықпын. Қиындық ұшты, қиындық көрсең, қиындықты елдің бәрі көрді ғой деген сияқты ұстаным болатын. Оказывается, менің ол ойым дұрыс емес екен. Мен деген бөлісіп отыруым керек екен. Себебі действительно сол қатарда мен де қиналдым ғой, мен неге осылай жарыққа шықпасқа деген секілді адамда ой пайда болады. Немесе сіз бала шағаңызға айтасыз, ей, мынау мынандай Сара, бұл осылай жасаған, бұл осылай деген сияқты өзіңізге бір керекті дүниелерді алып отырасыз-ау деген ниетпен сөздің ашығын айтқан кезде салып жатқан жайымыз бар. Енді оны әр қайсыңыз әртүрлі түсінерсіздер. Мен мынаны бүйтіп отырайын. Мен қазір отырған жерімді көрсеңіздер күлесіздер, потому что папа мен мамам екеуі ғана тұрады. Кішкентай сіңілім мен папамның бауырының қызымен тұрады бірге. Соның сабақ қарайтын орны мына жер. Маған кішкене қолайсыздау болуы мүмкін, бірақ көңіл сыйса бәрі сияды дейді. Барлығына үлгеруге болады. Күшті дейді, сабақтарыңыз жақсы деп жатыр. Тікелей эфир кімге ұнап жатыр? Тікелей эфирлерді көріп жатсыздар ма жалпы? Так, еңбегіңізбен бөлісе отырыңызшы дейді. Бәрімен бөлісем. Мен осы парақшаны осы үшін аштым. Бұл парақшаны отырып өзімнің жеген тамағым мен киген көйлегім, таққан жауһарымды айтып мақтанатын парақша емес бұл. Бұл нағыз ілім-білімнің парақшасы, және де өзімнің шәкірттерімді тәрбиелейтін парақша, өзімнің командамды дамытатын парақша, өзімнің командама адам қосатын парақша, клуб миллионерлер клубына, өзімнің клубыма миллионерлерді қосатын парақша. Сол себептен біз бұндай дүниелерді жиі жасап тұрамыз. Ал 11 адам кірді. Енді негізінде кешірек шығу керек болатынбыз. Оған белгілі бір себептермен бүгін қазір кешкі сағат 7-де маған тағы бір жерге шақырту келіп қалды. Аяқ астынан қалуға болмайды ғой, енді достардың шақыртуынан қалуға болмайды, тем более. Шақырмаған жерге бармасаң, шақырылған жерге зар боласың дейді. Сондықтан мен өз басым әйтеуір айналамда жүрген адамдардың шақыруынан қалмауға тырысамын, барынша барып көңілдерін аулауға тырысамын. Өйткені дос деген ол күнде кездесе бермейді ғой. Досты да Алла тағала топтап береді ғой. Сол қадір, соны бағалау керек. Бізде кейде тәкаппарлығымызды көтеріп жібереміз, ойбай, сол қойсыншы деп жаңағы. Ол дұрыс емес, досты бағалау керек. Інел Дариға дейді, ой, менің Дариға деген ханымым да отыр екен. Жалпы менің парақшамды менің Інел компаниясындағы командамның да қарап жүргеніне мен қуанам. Себебі ол кісілерге де білім керек, ілім керек. Адам білім деген жас талғамайды ғой. Сен мейлі 50-ге келсең де, 60-қа, 70-ке келсең де өзіңді жаңалық ашып отырасың. Өзіңе ілім жинайсың. Осы жасқа келгенде осыны білмеппін ғой. Мынау маған керек екен ғой деген сияқты дүние ол керек. Былайша айтқан кезде, Біздің енді қыздар, мен сіздермен қысқаша таныстырайын.
бүгінгі біздің прямой эфирге, тікелей эфирге шығатын адам сырттай таныстырайын қазір. Өйткені прямойға кіргеннен кейін сіздер уже етене біліп отырасыздар. Жанар деген бір керемет адаммен шығамыз. Біз хан қызы деп айтамыз. Хан қызы деген брендті кім естіді? Қол көтеріңіздерші. Хан қызы деген брендті. Жанар деген мен өзім әпкем ретінде қатты жақсы көремін. Жақында Алматы қаласында 16-сы күні мен бара алмай қалдым, себебі тура сол күні менде өздеріңіз көрдіңіздер, үлкен кеш болатын болды да, ол жерге бара алмадым. 5 жылдығын жасадым. Жанар деген жалпы қазір парақшасымен таныс боласыздар. Өте биязы, байыпты. Одан кейін мына кәсіпті, отбасының құндылығын өзінің кәсіппен тең алып жүрген әйел. Вот қазір сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Тең алып жүрген әйел. Себебі күйеуінің қас-қабағына қарау, күйеуін бағалау, балаларына берген тәрбиесі, мен өйткені ол кісінің ұлын да танимын, қызын да танимын, келінін де танимын, Ол кісінің үйінде де мен кәдімгідей өзім қонақ болып қонғанмын да. Ол кісі менің әке-шешем Алматы қаласына қыдырып барған кезде бәрін шақырып, әке-шешемнің әлі менің мамам соны айтып қоймайды ғой. Оның барлығы мен шақырғанында айтып тұрған жоқпын. Тектілігінде. Оның үстіне мысал үшін ойбай деп жаңағы бір сатыда қалып қалмайды да, ол кісі үнемі даму үстінде, үнемі сабақтарға барады. Сабақтан ақшасын аямайтын адамның бірі осы кісі. Ол кісі даже қаншама адам көрмеген, менмін деп сабақ беріп жүрген адамдардың көрмеген сабағын көрген, оқыған адам. Күйеуімен бірге дамиды. Үнемі өзі жаңғыз жүрмейді. Мысал үшін парақшасын көріп отырсаңыздар, тіпті кейбіреуін соны мақтанып салмайды да сол кісі. Шетелдерде жүреді, өзін дамыту үстінде. Сосын кейін білдім деп айғайлап кетпейді, жайлап қана сабырмен өзінің парақшасында өзінің оқырмандарына жеткізіп отырады. Соның арқасында қараңыз, соның арқасында Хан қызы деген бренд ашты. Хан қызын білетіндеріңіз бар ма араларыңызда? Хан қызы деген көрпеше, төсек, біздің өзіміздің ұлттық құндылығымызды насихаттауға арналған бренд. Кез келген қазақтың қызы ханның қызындай ұзатылсын деген сөздің өзі қандай керемет, иә? Ханның қызындай ұзатылсын деген ниетпен өзінің брендінің атын Хан қыз деп қойды. Действительно, ол кісінің магазиніне барсаң, ана енді қызы барлар түсінетін шығар, бәрін алғың келіп тұрады. Мынанда ана көрпелерінің тігісі деген енді бар ғой, прям біреуі секіріп, біреуі оңтүстікке, біреуі солтүстікке қарап тұрмаған бір ізді. Өзі қандай тиянақты болса, ісі сондай тиянақты. Ол жердегі енді атмосфера, аурасы ол кісінің мүлде бөлек. Мен бұны енді ол кісінің адамның көзінше мақтаған бір түрлі ғой, қазір отырып алып. Сондықтан сіздерге етене таныстырып отырмын, сол кісі қазір шығады прямой эфирге. Қазір бастым екен маған, сол кісі қазір прямой эфирге шығады. Мен де біраз сұрақтарымды қоям. Өздеріңізге керекті дүниелерді астын түртіп, қарап сызып отырыңыздар. Өйткені бұл пайдалы эфир. Біз алдыда үлкен мини курсымыз болады, яғни сол мини курсқа да үлкен пайдасы бар бұл эфирлердің. Так. Жанар ханым әлі қосылмады ғой деймін, қазір қосылатын шығар. Сондай адамдармен сіздер таныстырып отырамын, Құдай қаласа. Ертең кіммен шығатынымды тағы айтамын. Бүрсі күні тағы шығамын. Осылай сіздермен прямой эфир жасап отырамын деп кеше өзіме сөз бергенмін, иә? Соны жасап отырамыз енді. Так. Елмира, осындасың ба? Жанар Хан қызына қосыла бере ғой деп айтсаңыз болады. Мен дайынмын. Ал сіздер жазып отырыңыздар, мен сіздермен танысып отырайын осы жерде. Мен орындыққа сыймай отырмын да, өзімнің үйде креслом үйреніп қалғам. Жаңа айттым ғой, папамның үйінде отырмын деп. Кішкене маған сәл-сәл тарлау, но ничего. Я. Бәріңізге естіліп тұр ғой, я? Мінекей Жанар Хан қыз кірді. Жан КХ деп тұр. Қазір мен мінекей запрос жіберді. Выйти в прямой Хан қызы. Сіздерге түсіндірдім, я? Қандай керемет адам екен. Энергетикасын сезініңіздер. Ілімін алыңыздар. Құрқарап, өте шықпай қарап отырыңыздар өздеріңізге. Ой, машалла. Жанар әпкем. Қайырлы кеш болды уже. Қайырлы кеш, Сарканай, қалайсың? Қалайсыз? Қалай жағдайыңыз? Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Жанар әпке, рахмет сізге. Осындай бір, сіздің де 5 жылдық келіп атыр. 5 жылдығыңызға бара алмадым. Туған күніңізді құттықтамадым. Мен деген енді үлкен косяктағы адаммын енді сіздің алдыңызда. Алла жазса, ақтай міндетті түрде ақтап аламын. Рахмет. Ештен кеш жақсы дейді. Рахмет, звондап
бастап жатсың ғой. Мен шошып кеттім ғой, кәдімгі что-то бір туған күн еді ғой деп та өзім есім шығып кеткен ғой. Сіз жақсы көремін, сіз менің жүрегімдегі адамсыз, сіз менің үлгі тұтатын адамсыз деп айтсам болады. Сізге қарап біз бой түзейміз. Рахмет. Енді сен халықтың адамысың, саған өкпелейтіндей неді жаңағы. Сол күні сендерде мероприятие болды ғой еще. Сондай болып қалды. Өзің Тұрсынбаева апам екеуміз ол жаққа бөліндік. Жақсы, рахмет. Кішігірім бастама бастап жатыр едім, әпке. Кішігірім деп, енді өзім кішігірім деп айтамын ғой, мини курс, үлкен курстарға қазір жол ашып жатырмыз. Мына Инстаграмда даму, онлайн бизнес, қандай сала болса да, осыған бір үлкен командамен Білексована кірісіп жатырмыз. Содан кейін мына менің оқырмандарым, өзімнің парақшамда ол жерде енді бәрі отыр ғой, енді керегі де бар, ол эфир керек емесі де бар. Сосын нақты осы білім қажет, мәссаған бір жақсы адамдардан ілім, тәлім алып қалсыншы деген ниетпен осы парақшаны топтастырып ашқанбыз. Сонымен біздің команда полностью список жасап, қандай енді қазір кәсіпкерлер көп қой. Сіз соның дара көштің басында тұрсыз да. Себебі сіз отбасы, өйткені біз әйел болғаннан кейін, действительно сен кәсіп, табыс, ақша емес, отбасының құндылығын қалай сақтап жүріп, іскер әйел деген кім десе, мен міне Жанар хан қызы бар деп таныстыратын едім де өз-өзімді, өз-сізді. Сондықтан сондай жандардың мен үшін қатарындасыз, менің оқырмандарым да сізді біліп жатыр мінекей. Сол сізден бір кішкене жақсымен өткен жарты сағат, жаманның өтіп кеткен өмірінде дейді ғой қазақта. Сондай бір жақсы бір сұхбат болсыншы, саралы сұхбат болсыншы, сіздің жақсылығыңыз жұғысты болсын, сіздің сабақтарыңыз сізден үлгі алсын деген ниетпен осы прямой эфирді жасап отырмын. Қайырлы кеш, құрметті Сарканай деймін, Сара ханым деп айтқым келмейді, білмеймін, Сарканай деп айтайын. Мен де Жанар әпкем деп кеттім ғой. Сол Сарканайдың оқырмандары, көрермендері, менің есімім Жанар болады. Мен осы Қазақстанда хан қызы, қыздардың жасауын дайындайтын ұлттық брендтің негізін қалаушымын, кәсіпкермін, 20 жылдық тәжірибем бар кәсіпте. Бүгін Сарканай құрметтеп осылай өзінің эфиріне шақырған екен. Үлкен алғысымды білдіремін. Сондай дәрежеден мен көргенге рахмет. Біз енді осы кәсіпте жүргеннен кейін, әйел адам болғаннан кейін, әрине бірінші орында... Жанар әпке, келін болып, ана болып, кәсіпті қалай бастадыңыз, сразу содан көшіңше? Енді ол уақытта 90-шы жылдар ғой, 90-шы жылдағы кризистің кезінде біздің сол жас кезіміз сол кезде болды, 94-96 жылдары. Мен кәсіпті негізі 98 жылдан бастағанмын. Өте ерте бастадым. Мектеп негізі мамандығым бойынша педагог-психологпын. Бір емес 2 қызыл дипломым бар. Сол 2 қызыл дипломды сандыққа салып қойып, біз базарға шықтық. Ол уақытта ең алғаш базарға шықтық. Жақсы өмір сүргім келді, бала-шағам жақсы жерде білім алса екен, өзім де бір әдемі киініп деген сияқты, жақсы бай қуатты болсам екен деген бірінші арманым, мақсатым болды. Соған енді Алла тағала өзі күш қуат берген шығар. Ақырындап осыған келдік. Уақытысында келіндік қызметімізді де атқардық. Ата-енемізбен бірге тұрдық, солай бөлек шықтық. Енді бәр тез оңай бәр бола қалып, осындай бүгін осы хан қызына топ етіп отыра қалған жоқпыз. Өздеріңіз білетіндей, әр нәрсенің де қызығы мен шыжығы бірге қатар жүреді ғой, ақ пен қарасы. Солай бұл кәсіп деген нәрсе өте қатты сабырлылықты талап етеді ғой, шыдамдылықты талап етеді, бәрі бірден бола салмайды. Солай осы күнге жеттік. Аллаға шүкір. Жанар әпке, сіздің мына хан қызыңызға қарап өстік қой, негізгі сөзін айтқан кезде мен әлі есімде ғой. Барам, суретке түсіп, сіздің ана жастықтарыңызды құшақтап, үстімізге көйлекті киіп алып, Айнұр Тұрсынбаева бар, бүкіл қазақтың эстрадалық әншілердің барлығы, ой, хан қызы деп сізді ерекше сізбен мақтанады десем артық айтпағаным болар. Жалпы осындай брендіңізді ашу туралы идея қалай пайда болды сізге? Енді ол адамның арманы ғой, мысалы, мына жерде менде көп оқырмандар бар, бірдеңе ашсам деп армандайын дейді, сол сізге қалай пайда болды осы? Өйткені қазақилық күшті да сізде. Енді мен бұл жөнде айтатын болсам, менің анам тігінші. Біз енді жастайымыздан соны көріп өстік қой. Менің анам мектепте еңбек сабағынан сабақ берді. Бізге мысалға менің қатарымдағы
менімен қатар оқыған қыздардың барлығы мамамнан білім алды. Еңбек сабағында бізде кәдімгідей машинкалар тұратын, кәдімгідей отырғыз қойып, құрақта тіктіретін, кілемде тоқытатын, макрамеде тоқытатын, тоқымада тоқытатын, енді барлығын істететін. Сол кезде мен өзім білмеймін, мен мамам айтады, кейін осы сіздің тіккен көрпелеріңіздің барлығын мен жарыққа шығарам, сізді танымал қыламын деп айтады екен, бірақ мен соны өзім білмеймін. Сөз құдіретін қарашы. Содан жаңа 98 жылы кәсіп бастап кеттік қой, енді базарға шықтық деп айтып жатырмын. Ең алғаш мен продуктыдан бастағам негізі. Продукт сатып, әйтеуір күнделікті тіршілік, сананы тұрмыс билеген заман, ол кезде уақытысыменен зарплата бермейді. Мектепте мен мұғалім болдым ғой. 7-ақ мың теңге зарплата аласың, ол ештеңеге жетпейді деген сияқты. Содан жаңа ұятымыздың бәрін жинап қойып, қызыл диплом салып қойып, базарға шығып кеттік қой. Содан банкрот болдық, одан енді не істейміз деп, содан посуда саттық, анау-мынау. Жалпы үйдің дүниелері, интерьердің заттары менің жан дүниеме жақын екенін білдім да. Содан біз кәдімгідей өте жоғары бизнестердің арасына, кәсіпкерлердің арасына қосылдық. Сөйтіп жүрген кезде бұл кәсіп деген мынандай нәрсе ғой. Бұл өзіңнің арманыңның, мысалға арманыңның жолында көп нәрсені құрбан етесің да. Өзіңнің идеяңның құлысың. Мысалы, өзіме идея келді ма, мен соны жасау үшін соған ақша салам, соған жүгірем. Өзімнің идеямның құлымын ғой, былайынша айтқанда. Жеке кәсіпкер болғаннан кейін сен өзің жауапкершіліктің бәрі өзіңде. Сен ешкім сені артыңнан тіреп тұрған жоқ, жаңа ағаң жоқ, көкең жоқ деген сияқты. Барлығын өзің реттеу керексің, құлаған жерден қайта тұру керексің деген сияқты. Жеке кәсіпкер деп атында айтып тұрғандай, жеке жүріп жол табуды үйрену керексің. Солай сөйтіп жүрген кезде бізде бір үлкен кризис болды. Енді ол ақша жүрген жерде ол міндетті түрде кәсіпкер деген үнем ақшалы адам емес, ол бірде бар болады, бірде жоқ болады. Бұл бір жаңағы картаның ойын сияқты ғой, бірде ұтасың, бірде ұтыласың. Үнемі тәуекелшіл болып, тәуекелге дайын болу керексің, рисковать етуді білу керексің. Вот солай сөйтіп жүрген кезде бізде бір қатты үлкен стресс болды. Біз енді мен жалғыз өзім емеспін, біз жолдасымыз екеуміз де кәсіпкерміз. Бірақ енді алғашында мен жолдасым юрист, ол жұмыс істеп жүрді. Мен бұл жерде айтайын дегенім, не үшін оны айтып жатырмын. Айта беріңіз. Солай, ол жұмысқа кетеді, сосын көпшілік ойлайды екен мені жеке жаңағы күйеу жоқ әйел депші енді, былайынша айтқанда. Солай ойлайды екен да, сосын кәдімгідей басынады. Күйеу жоқ әйел ретінде бір партнерларымыз болып қалады. Келген клиент болса да, басқадан болса да, жалпы әйел адамның онша қолдай қоймайды. Біздің қоғамда солай бар да. Сосын біздің кәсібіміз қатты өрлеп өскен кезінде мен Рүстемге, жолдасым аты Рүстемге жалындым. Сен сол жұмысты істемей-ақ қойшы, сол зарплатаны. Ол енді кәдімгідей прокуратурада істеп жүрген болатын. Сондай бір азғантай ғана зарплата алады, бірақ біз кәсіптен аламыз да көбісіне, күнделікті тұрмысымызға керек нәрсенің бәрін. Сосын баламыз қатты ауырды, біз сондай қатты қиын жылдар болды. Сол кезде Рүстемге айттым, сен сол жұмысты істемей-ақ қойшы, мен қасымда жүрші. Ер адамның, бәрібір әйел адамның қасында тіреуі болып, жаңағы жүргені бәрі басқа адамдарға қатты әсер етеді екен. Мен соны білдім да. Содан кейін Рүстем жұмысынан шығып, үнемі менің қасымда. Енді қазір біз әртүрлі бизнес жасаймыз бірге жүргеннен кейін. Бірге жүріп, үй салдық, бірге жүріп, осы күнімізге жеттік. Құласақ бір-бірімізді әрқашан жаңағы көтермелеп, біреуміз көтерілгенде екіншіміз басылып дегендей, солай әйтеуір осы күнге жеттік қой. Бұнда жаңа айтайын дегенім, 2015 жыл үлкен кризис болды. Сол кезде, қазір сол кризисқа рахмет айтам. Кез келген кризис жаңа нәрсенің бастауы деп білу керек та. Мысалға, көп адамдар бұрынғы жасап жүрген бизнестары құлдырап бастаса, қорқады да, бұрынғы уже тапқан табысынан айырылғысы келмейді, сол состояниені жібергісі келмейді. Сондай бір қиын кездер болады. Себебі адам өзіне келген кризистан жаңа нәрсені көрмей қалуы мүмкін. Енді мен жаңа нәрсені көруге өте көп әсер еткен тренингтар деп айтсам болады. Мен осы кәсіпті дамыту мақсатында бармаған жерім, баспаған тауым қалған жоқ.
сондағы маған қатты көмек берген осы тренингтар болды. Мен Вот. 2005 жылдан бастап тренингқа барғанмын. Өте көп тренингтарға бардым. Сингапурға, жаңағы Тони Роббинстің тренингіне бардым. Енді айта берсем өте көп олар. Содан кейін барып, маған осы хан қызы идеясы келді. Бұл жерде мен күніне өтірік айтпаймын, енді өтірік деп ойлауы да мүмкін. Күніне $5000 табатынбыз, таза табыс. Соның барлығын қысқартып, басқа нәрсе істеуге мәжбүр болдық. Себебі мен өзім соған келдім. Себебі ол оған алып келген менің тоқыған тренингтарым. Менің құндылығым өзгерді. Мен өмірдің барлығында, барлық жерде ақша шешпейтінін түсіндім. Өйткені біз көп нәрсені ақшамен шешіледі деп ойлаймыз. Бұл өте қате пікір. Балам қатты ауырған кезде, және де кәдімгідей бір өмірін алып қалама, қаншама миллиондап ақшаң тұрса да соның өмірін алып қалуға шамамыз жетпейтін кезде, сосын жаңа уақыт деген шіркін бар ғой, біз тоқтата алмайтын. Сол уақытымыздың зымырап өтіп бара жатқаны, таңның атысы кетеміз, кештің батысы келеміз, бала шағамыздың қалай өсіп жатқанын білмейміз. Олардың барлығын әйтеуір қарап жатқан сияқты бүйтіп, жаңа қызым ол кезде колледжде оқиды, соған ақша сұраса болды бүйтіп бәрі бере беретін. Анау өзімнің бара алмағандығымды, соған көңіл аудара алмағандығымды ақшамен жабатымын да енді. Солай көңіл аударамын де. Сонда бір күні қызым менің кәдімгідей жылады. Мама, маған сенің ақшаң керек емес, сен керексің. Сен қашан менің концертіме келіп отырасың? Мен қызым балерина. Сонда мен өткенде бір эфирімде айтқан, бір қатты өзіме жүрегіме алған нәрсем, сол концертті бітіп қалған кезде кірдім ғой, мен үлгере алмайды, жұмыстан шығып, мен мына жаққа келем дегенше. Сонда сен мен концертімді көрдің ба дейді. Я, мен көрдім, сен күшті биледің деп, апарған гүлімді қолына ұстап та салдым. Бірақ мен сол кезде қатты өзім жүрегіме сондай нәрсе алдым. Содан мен сондай нәрселерден кейін, сосын кейін жаңағы девальвация болып доллар көтеріліп кеткен кезде біз кәдімгідей бір түнде таңертең тұрған кезде $500,000 қарыз болып тұрдық. Өзіңіз ойлаңыздаршы, сен қаншама жасап жатқан еңбегің таңдың 6-да кетіп, түннің бір уағында келіп, қаншама 30-40 жұмысшыны жұмсайсың, олардың барлығының зарплатасын тауып беру деген сияқты, сонда енді кәсіпкерлердің өзіндік қиындықтары бар ғой. Сондай кезде соның бәрі қайда кетті? Мен даже бір подругамның тойына бара алмаған күні мен отчет жасаймын, мен бара алмаймын деп. Сол кезде ол подругам қатты ренжіген болатын. Мен күнде 30-ға толып жатқан жоқпын ғой деп. Бірақ мен жұмысымды жасауым керек деп, бір болмайтын жұмыс қой сондағы. Сондай нәрселердің бәрі жиналды да, менің құндылығым өзгерді. Сосын бар осы хан қызы бизнесі туды деп айталам. Бұның барлығы бекер емес. Мен қазір Аллаға мың шүкіршілік айтамын, бірақ сол кезде қатты қиналдым. Енді $500,000 аспанға желге ұшырып жеріп, оны қарыз болып, оны қалай төлеймін деген сияқты сынып кетпей, хан қызын ашып, соны сүйреп, әйтеуір бүгін осы күнде 5 жыл болыпты ғой содан бері. Сондай күйге жеткенімізге қуандым. Қазіргі таңда енді Аллаға шүкір Қазақстанға белгілі бір брендтердің қатарына кіргізіп жатырмыз. Бренд қалыптастыру да оңай емес. Оған да білім керек, оған өсу керек деген сияқты, иә. Енді бұл жердегі айтайын дегенім, солай жүріп, бұрынғы жасаған тірлігіңнің көп нәрсенің құнсыз екендігі. Біз жаңа уақыт шіркінді тоқтата алмаймыз ғой, жаңа айтып жатырмын ғой, уақыт бізбен санаспайды, уақытпен санасқан адаспайды дейді ғой. Соның ең қымбат құндылық уақыт екенін түсіндім да. Содан бастап осы уақыттың байлығын деген кітапты жаздым. Жалпы осы уақытқа байланысты, құндылыққа байланысты өте көп дүние өзгерді. Содан осы кәсіпті ақырын енді қалыптастырып келе жатырмыз. Бұл жердегі менің ұтқаным, мен еркінмін қазір. Мен бұрынғыдай ақшаға жүгірмеймін. Ақша маған жұмыс істеп жатыр. Мен ақшаның артынан жүгіріп жүрген жоқпын. Жазып алатын сөз. Таңның 6-да кетіп, түнгі сағат бәленбай уақытта келіп, бір орында қозғалмай, мына дүниемді жаңағы ұрлатып алмайын, жоғалтып алмайын деп
кешке дейін сотрудниктардың бетіне қарап отырған жоқпын, Аллаға шүкір. Мен өте көп нәрсені өзгерттім өмірімде. Міне қазір жұмыс істеп жатыр, менің цехым басқа қалада жұмыс істеп жатыр, осыдан 40 километр жерде жұмыс істеп жатыр. Өте сенімді адамдар. Сенесіздер ма? Менде ол жерде камера да жоқ. Мен до того құндылығымның өзгергені, мен камера қоймаймын еш жерге. Себебі менің қасымда өте сенімді адамдар жүр. Вот, содан кейін иә, сенім. Бұл жердегі кәсіптегі бірінші орында тұратын нәрсе сенім. Сене білген кезде барлығы болады. Енді адамды иманнан күдік айырады дей ма? Сол бұрынғы кездері білім алмай, сондай бір жасап жүрген тірліктеріміздің бәрі керемет әрине. Күнде жаңа $5000 табу деген ол үлкен, кәдімгідей үлкен қаражат қой, былайынша айтқан кезде. Конечно. Бірақ мен оған қаншама денсаулығымды салдым, иә, оның бәрі нерв, ал біздің деніміз саулығы бірінші байлық. Сондықтан сондай өте көп нәрселерді түсіндірді маған. Жанар әпке, негізі жоқ, маған қатты ұнап отыр да, күшті мотивация бересіз ше. Мен сіздің бұл бірінші эфир емес көріп отқан, мен сіздің сыртыңыздан эфирлеріңізді көремін. Негізінде өзіңізде білмейтін шығарсыз, бірақ бір-екі сабағыңызды сатып алғам, сырттай қарап көріп отырдым да. Күшті. Өйткені сізде білім бар да, құр көсіліп андай емес еще. Міне білім, міне кәсіп па, пожалуйста, хан қызы. Міне тәртіп па, пожалуйста, отбасылық құндылығы ма, пожалуйста дейтін да. Енді Жанар әпке осы тұрғыда тәуекел, қараңызшы, сіздің қанша сөзіңізден тәуекелшілдік қой. Ана күйеуіңе барып айту. Анамдай қазір сен мысалы үшін күйеуі прокурор болып жүрген әйелге барып, сен қарашы, екеуің бірге істеңдер десе, жынды ма, Құдай сақтасын. Оның өзінің жаңа погоны бар, өзінің несі бар дейді да, мысалы. Тәуекелшіл емес, өзін бағалауы төмен әйелдерге қандай кеңес бересіз? Осы жерде көп қыз-келіншектер отыр, сізді тыңдап отыр. Иә, енді бұл деген жалпы барлық дүние бір-бірімен өте тығыз байланысты ғой. Адамның өзінен шығартай, мен энергия туралы, мен негізі энергетпін, 9-шы деңгейдегі энергетпін. Жалпы энергиямен өте көп жұмыс жасаймын. Өзімнің де біз кәсіпте жүргеннен кейін біз үнемі энергияға толы болып жүруіміз керек. Өйткені бізге қаншама команда қарап отыр, біздің партнерларымыз қарап отыр. Жалпы кәсіпті жүргізгеннен кейін ол әдемі болып жүру керек. Ол үшін сенің энергияға толы болу керексің. Сенің жолдасың да сенен энергия алады. Жалпы үйіңде, жанұяңда бүкіл бәрі сенен энергия алады ғой. Әйел адамнан энергия алады. Ер адамдар әйелден энергия алады. Сол үшін соның барлығын толықтыру үшін мен энергияменен айналсам да. Енді бұл жерде айтатыным, ең алдымен адам өзін жақсы көру керек. Өзін жақсы көрмеген адам ол өзін де сыйламайды, өзгені де сыйламайды, өзін жақсы көрмейді, өзгені де жақсы көре алмайды. Сондықтан самооценка деген бұл содан. Адамның самооценкасы бір қалыпты болу керек, адекватный болу керек. Мен самооценкамды қалай көтерем дейді. Самооценканы көтерудің қажеті жоқ. Дұрыс болу керек. Здоровая самооценка дейді ғой. Самооценка дұрыс болу керек. Сен өзің сенімді болу керексің. Өзің жақсы көру керексің. Өзіңді жақсы көрген кезде ғана барлық әлем саған басқаша қарап өзгере бастайды. Ал енді самооценкасы төмен деген нәрсе де бұл жерде көп адамдар ұялшақтықпен, енді біздің ол менталитетіміздегі бар нәрсе, бірақ самооценканың төмендегі бұл өте біздің анау қазақты біраз жыл Совет үкіметімен, орыстармен бұғауында болды ғой енді. Соның барлығы әсер етті ғой. Ал енді оны біз өзгерте аламыз. На уровне ДНК дейді ғой. Біздің өзіміздің қазіргі әр қайсымыз соны өзгерте аламыз. Біздің бала-шағамыздың самооценкасы дұрыс болуына. Ал енді ол үшін кәдімгідей білім алу керек. Самооценка деген ол үлкен тақырып, ол целый курс, менде мысалы сондай курс бар. Ол жерде самооценкасы төмен адамдардың жалпы істеген істері, қылықтары қандай болады? Самооценкасы жоғары адамдардың істеген істері, қылықтары қандай болады? Мысалы, солардың разницасын көрген кезде адам өзі ой түйеді. Мен, значит, ондай болмауым керек, мынандай болуым керек екен деген сияқты, иә? Сондықтан самооценка дұрыс болу керек, здоровый болу керек. Енді сол туралы, самооценка туралы айтатын болсам, мен эфир жетпей қалады. Иә, күшті кетіп жатыр да. Енді бар ғой, маған мынандай бір сұрақ келіп тұр да, қазір қыздарға да қызықты шығар негізі. Жаңа энергияны сенен бүкіл әйелден бүкіл отбасы энергия алады, еркектер энергия алады деп айтамыз ғой енді.
иә. Енді өзіңіз мотивацияны қайдан аласыз, энергияны қайдан аласыз, Жанар әпке? Енді әркім өзінше Өйткені құлпырып өзінше сізге вообще энергия суреттеріңізден не узнайды да сіздікі. Күн сайын бір жаңашылдық сізден. Мә, Жанар әпкені танымай қалдым ғой дейтін нәрселер көп менде қазір. Біздің айналамызда да көп. Мә, Жанар ханым қызы да. Это сіз энергияға толы. Соны қайдан аласыз? Енді менің бір қағидам, бір күнім бір күніме ұқсамау керек. Сол қағидам, мен бір қағидам. Бір күн бір күнге ұқсамау керек. Сенің күнделікті ертеңгі күніңе қандай өзгеріс енгізе аламын? Таңертең тұрған кезде мен бүгін үйіме, айналама, қоғамға қандай жақсылық әкеле аламын? Кешке келіп жатқан кезде мен бүгін не істедім? Деген сондай сұрақпенен жүремін. Көбіне сол бір күнім бір күніме ұқсамайтын болса екен, сол бір күнім бір күнімнен әдемі болса екен деп солай жоспарлаймын. Енді Аллаға шүкір, солай болып жатыр. Көбіне айтайын дегенім, мынау энергия деген қозғалыс қой. Мысалға, менің ғажайып таң деген жақында челленджім болды. 2 поток өткіздім. Мен таңертең сағат 5-те тұрып, сағат 10-ға дейін 5 сағат қыздардың өзіне уақыт арнауын қаладым, және де ол қыздар солай жасады. Біз көп нәрсені біз ұйқымен өткіземіз, иә. Соны бір 15 күн сағат 5-те 6-да тұрса ештеңке кетпейді. Зато ол жан-жақты дамиды. Вот солай енді өзіме ұнайтын нәрселердің бәрінен энергия аламын. Жалпы әйел адам өзінің сүйікті ісінен энергия алады. Иә, сүйікті кәсібінен энергия алады. Жанұясынан, ішкен жеген тамағынан. Осылай энергияны солай аламын енді мен. Күшті. Жанар әпке, содан кейін бала қараңызшы, мен өзіме осындай сұрақтарды қойсам деп кешеден бері сізбен эфир болады деп ойланып жатырмын да. Мысалы біз әйеліміз, иә, қараңызшы, әйтеуір біз әйелдің артында, мысалы үшін сенің отбасыңның да құндылығы, өйткені сен бір отбасының сәулесісің. Ойбай, мен кәсіпкермін деп шаба берудің өзінің артында бір енді мына отбасың бір бақыттың белесінде тұрмаса, ол да қиын. Мына отбасы мен бизнестің жұмысын, жалпы отбасылық міндетпен кәсіпкерлік міндеттің жұмысын бірдей алып жүру қаншалықты оңай сіз үшін, қаншалықты қиын? Енді бастапқы кезде көп нәрсені бірден жұмысқа салып жүрген кездеріміз де болды, жаңа айтып отырмын ғой. Бізде жалпы адамда құндылықтар бар, иә, мысалы финанстық, жанұялық, саяхат, содан кейін рухани даму, жеке даму, иә. Осы құндылықтардың барлығын теңдей алып жүруді үйрену керек та. Гармонияда болуды үйрену керек. Сол үшін мақсатты қойғаннан кейін, сол мақсатқа жету жолында құндылықтарының барлығы өзіндік теңдік ұстау керек. Теңдік болу керек. Мысалға, сен бүгін бала қарау дегенде, әйел адамның міндеті таңертеңнен кешке дейін бала қарау емес. Балаңа қара, арнайы уақыт бөл. Бір 15 минут уақыт бөлсең де, ол сол балаға арналған бір күндік уақыт. Мысалға, мен ой, бала қарамадым деген әңгіме емес та, ол 15 минут болса да сен сол баламен әңгіме айтып, сөйлесіп, көңіл бөлсең болды, оған одан артық ештеңенің керегі жоқ. Дәл сол сияқты жұмысыңа да барлығы уақытпен жүру керек қой. Уақыт бөліну керек барлық нәрсеге. Арнайы барлық нең ақсап тұр. Өзің қарағын, осы құндылықтарды жазып, осының ішінде қайсысы сенде ақсап тұр. Соны толықтыру керек. В общем, мынандай арбаның дөңгелесі сияқты айналып жүру керек қой ол. Күшті. Жанар әпке, мына отандық бренд, иә, сіздікі міне нағыз бренд, мен ана кешегі шақыртуыңыздың өзі бар ғой, ана 5 жылдыққа шақырту жібердіңіз ғой бәрімізге. Мен айтам, ана не деген шақырту, кәдімгі мен үйімде емес, папамның үйінде болып тұрмын да, қасыма қойып қойғам, соны көрсетейін деп отырған, бүгін свет өшіп қалды да үйде. Ана шақыртудың өзі ағаштан, ана шоколад, мына маска, ұлым алып кетті ғой, ана маскамен ана шайды ұстазыма сыйлайын деп. Мен айтам, жақсы хан қыз деп жазылып тұрады ғой. Енді ана кереметте бренд қандай болу керек, мынандай болу керек дейтіндей. Енді өзіміздің осы Қазақстанда отандық брендқа үлесін қосып жатқан әйелдердің ішінде үлгі тұтатын жандар бар ма? Мен мынаны бағалайтын едім, мысалы. Мынау дейтіндей ше енді. Енді жалпы бізде отандық бренд қалыптастырып жатқан қыздар өте көп. Енді біз қазақ деген қанымызда бар ғой, жалпы қазақ қыздары еркін болған, керек болса жауға да шапқан деп өзіміз айтамыз ғой. Сондықтан бұл қазақ қыздарының рухқа деген жалпы халқыңды сақтағың келсе, салтыңды сақта дейді ғой.
осындай ұлттық дүниелерді алып жүрген қыздар өте көп. Мысалы біз 2016 жылы алғаш шоурумды ашқан кезде біз алғашқы шоурумның иесі болып аштық. Мен армандайтын осы Zara Home сияқты, басқа да бір жаңағы Ikea сияқты біздің неге осы қазақтың өзінің дүниесі бір торговый домдарда тұрмайды деп. Енді солай аштық қой торговый домнан. Содан кейін барып кәдімгі Саңырауқұлақ сияқты кәдімгідей көбейді ғой. Қазір өте көп, мысалы шебер қыздар өзінің шеберліктерін, өздерінің творчествосын дамытып, әйел адамдар жалпы, мысалы ер адамдар табыскер деп жатады ғой. Дұрыс, ер адамдар табыскер, табыс табу керек, бірақ әйел адам табыс таппау керек деген сөз емес ол. Әйел адам өзінің шығармашылығын дамыту арқылы соны материалдық жағдайға айналдыру керек. Қаншалықты энергия жұмсап, сол шығармашылығын дамытқан кезде оның өзіндік энергиясы қайтадан материалдық жағдай болып қайтады да, ақша болып келеді. Дұрыс айтасыз. Сондықтан өзінің сүйіктісімен көп қыздар айналысып жатыр. Мен ешқайсысын бөліп жармаймын, бәрін қолдаймын, шамам келгенше. Өйткені олардың жасап жатқан тірліктері оңай тірлік емес. Бұл мысалға біздің жасап жатқан дүниеміз қазаққа ғана керек зат. Сенің шапаныңды алып орыс кимейді. Сенің шапаныңды алып түрік кимейді. Менің көрпемді алып түрік үйіне қоймайды. Бұның бәрі тек қазаққа ғана керек зат болғаннан кейін қазақты қолдау керек деп ойлаймын. Ер болсын, әйел болсын, жалпы қазақтың осы бір бренд қалыптастырайықшы деп жүрген ниетінің өзі не тұрады деп ойлаймын да. Мысалға көптеген қыздар менің парақшамды көретін қыздардың көбісі тігінші қыздар, құрақ көрпемен айналысатын қыздар. Соларға арасында ментор болып тұрамын, мен шамам келгенше көрсетіп. Болу керек, конечно. Мен бұл жерде айтайын дегенім, бұл мынандай нәрсе ғой, бұл кәсіпті де әркім өзінің жүрегінен шыққан нәрсені жасайды ғой. Мысалы, жүрегіңнен не шығып тұр, сен соны қалайсың, соны жасайсың, Ал бұл тура сол суретшілер сияқты ғой. Мысалы, екі суретшіні отырғызып қойып салдыртсаң, екі суретшінің суреті екі түрлі болып шығады. Екеуінікі де әдемі болып шығады. Сол сияқты қазір кім мынау деп атын атамай-ақ қояйын, бәрін қолдаймын, бәрін жақсы көремін. Өйткені бұл біздің қазақ үшін жасалып жатқан дүние деп ойлаймын. Оларға өте қолдау керек. Жеке кәсіпкерлерге қолдау өте қажет. Мысалға, адамдар коллективта жұмыс істеген кезде, ол әйтеуір бір коллективтің бір басшысы бар, бәрі соның соңынан жүре береді, Ал жеке кәсіпкер бұл, жеке дара жүрген қыздар, олардың семьясы бар жаңағы. Олардың басқа финанстық жағымен айналысатыны бар, олардың оқуы бар, білімі бар деген сияқты. Осының барлығын топтастырып келгенде жеке кәсіпкерге өте қатты қолдау қажет. Мынандай материалдық жағдай емес, жай ғана жылы сөз, жай ғана не дейді ғой, материалдық емес, жай ғана қолдау керек та, рухани қолдау керек. Болды. Сол қанат бітіреді оған. Басқа ештеңе керек емес оған. Оның шығармашылығын арттырады, шабытын оятады. Солай, жеке кәсіпкерлердің барлығы, ол мен ойлаймын, тек ақша үшін жүрген жандар емес, әсіресе бренд қалыптастырып жатқандар. Олардың өзіндік миссиясы бар. Мен, мысалы, Сарканай, сені солай қолдаймын. Сараның сандығынан, біз қазір акция жариялап қойдық. Мысалы үшін бізде бір топтама бар. Сол топтаманы алған адамға біз Сараның сандығынан деп сыйлық береміз. Мысалы, ол да Сара үшін қолдау деп ойлаймын. Және де содан клиенттер өз таңдайды. Мысалға, Айда Коменоваға сертификат беруіміз мүмкін. Я болмаса Тамара Асардың самаурындарына сертификат беруіміз мүмкін. Я болмаса Матлюбаға деген сияқты. Осындай брендтарға бір-бірімізбен сабақтас, коллаборация дейді ғой, бір-бірімізбен байланысу арқылы біз бірігуіміз керек, бірге дамуымыз керек. Шетелге шығып жатсақ та, біз бәріміздің ауызбіршілігіміз бір болу керек деп ойлаймын. Керемет, Жанар әпке, сіздің әр сөзіңіз бір кәдімгі бір түйегі жүк болатындай әңгіме айтып жатсыз, негізінде бар ғой. Елдер жазып отыр мына жерде. Халқыңды сақтағың келсе, салтыңды сақтағың. Ақынның алдында сайрап отқаным қалай кетті? Жоқ, Жанар әпке, мен өзім кәдімгі аузымды ашып қарап отырмын. Алла разы болсын, күшті кетіп жатыр да, уақытта. Енді мынандай нәрседе, Жанар әпке, қараңызшы. Сізден де білемін, күшті сабақтарыңызды айтып жатырмын. Сізде қаншама қыздарға үлесіңіз тигізіп жатсыз, даму үшін. Бірақ осы неге Қазақстанда деймін да, өзін-өзі таба алмай жүрген, жетістікке жете алмай жүрген адамдар неге көп? Мысалы үшін қараңызшы, сен осы сабаққа жазыл десең, қарап отырады, күшті екен, жазылдым деп. Ауызша айтады да, тура жақындаған кезде, деп жанталас болады.
немесе сен қазақтың ақынысың ғой, неге сен тегін бермейсің, не жетпей жатыр ма деген сөздер кездеседі ғой. саңырау құлақша, ол өзіңізге де айтылатын шығар мысалы да, неге сен тегін үйретпейсің, еліңе жаның ашса деген сияқты. Вот неге көп деп ойлайсыз осы өзін өзі таба алмай жүрген қыздар қансы? Бұл жерде енді біріншіден айтатыным, жалпы кәсіпкерге IQ аса бір қатты қажет емес. IQ деген мысалға мына интеллектуалшы, интеллект, эмоция, EQ қажет. Мысалға кәсіпкерді байланыстыратын, кәсіпкерді кәсіпкер қылып жетістікке жеткізетін үш нәрсе, IQ, EQ және love Q. Махаббат болу керек, кәсіпкердің өзі махаббатқа толы болу керек. Одан кейін оның эмоционалдық состояниесі, мысалға менің эмоционалдық жай күйім ол тұтынушыға да әсер етеді, және мен қасында жүрген адамдарға да әсер етеді. Және де менің IQ-ым, яғни интеллектуалды ойлау қабілетім. Енді бұл жердегі мен айтайын дегенім, біздегі көп жетістікке жетпей жүрген жандардың әрекетсіздігі, бізді құртып жатқан сауатсыздық емес, әрекетсіздік. Сосын стабильность жоқ, дисциплина жоқ. Мысалға бір ашу қиын емес, қазір бір мақал айтам тағы да. Магазинді ашу қиын емес түкті де. Оны ары қаратай алып жүру үшін адамға күш қуат керек, білім керек, даму керек. Сол әрекетті жасағысы келмейді. Дереу бәрі ақшаның ортасында отыра қалғысы келеді. Ал ондай ол только бір, білмеймін енді, ертегіде ғана, қиялда ғана, қиял ғажайыпта ғана болатын нәрселер шығар. Сондықтан әрекет жасау керек және дисциплина болу керек. Уақытымен, кез келген дүние уақытпен жүру керек қой. Бірде бітірем дегенде бірде біту керексің, екіде мынаны істеймін дегенде екіде мынаны істеу керексің. Сенде внутренне дисциплина мықты болу керек. Сол кезде ғана ол дұрыс болады. Дұрыс айтасыз. Мен кәсіп ашам деп жүрген және кәсіпті жасап жүрген жандарға айтатыным, мынандай қазақта мақал бар. Сауда дейді, сауда басы мақтан, ортасы шашқан, аяғы аң-таң болмасын дейді. Басында мен мынандай нәрсені жасап жатырмын деп. Содан ортасында ақша, енді ол пайдасы болмаса да, басқа болса да, товардың ақшасы, біреудің ақшасы, ақша түскен кезде уже шашу басталады. Ойлап қалады да, мен болды кәсіпкер болып кеттім, ақшаның бәрін оңды солды, финансовый грамотность жоқ, қалай болса шашылып кетеді да, ең соңында отырады аң-таң болып, қайда кеттім ақшаның бәрін, не болды деп. Сосын жабылады. Ой, ашып едім, болмады, жауып тастадым. Сондай әңгіме болады. Сондықтан бұл кәсіпке өте сабырлылық керек та, сосын ішкі жилканы дұрыстау керек, ішкі жилканы қатыру керек. Сонымен көп жұмыс жасау керек. Эмоциональный интеллект деген менің сабағым бар, енді болашақта өсіп. Мен кәсібім бар, мынау бар, сабақтарды өткізіп үлгермей қалам да. Сондықтан мына неде эмоциональный интеллект деген бар. Адам эмоциясын басқара білу керек. Бізде көп адамдардың ошибкасы да сол, эмоциясын басқара алмайды. Жаңа сен айтып жатқандай, менің сабағыма, мысалға, менің эфирімда вообще қанша эфир өткізем, сенің сабағың қымбат, неге тегін өткізбейсің деген бір адам айтпайды. Себебі олар біледі, менің оқырмандарым менің сабақтарымның қымбат екенін біледі. Менің не беретінімді уже примерно біледі. Сосын кейін барып жабысып оқиды, алады. Ал енді оқымайтындар, енді барлық адамға оқу керек емес, олар өздері таңдайды жолды. Значит, оларға керек емес. Сондықтан барлық адамға ол керек. Ал енді біз, мен мысалы үшін оны жасап жатырмын, мен жалғыз өзім жасап жатқан жоқпын, бүкіл команда жұмыс істеп жатыр. Сен осы отырысыңды целый команда жұмыс жасап жатыр. Олардың өз қызығушылықтары, олар өз творчествосын дамытып жатыр. Олар сол жасаған жұмысына да бір нәрсе алғысы келеді. Сондықтан оның бәрі ортақ нәрсе. Дұрыс айтасыз. Жанар әпке, біз деген себепкер болып жатырмыз ғой, ол жастардың өсуіне себепкер болып жатырмыз. Маған келеді, мысалы, сіз эксперт болыңызшы, мен сізге осындай нәрсені жасап берейінші, сіз соны айтсаңыз, мен сізге былай көмектесем деп жастар келеді, істесін. Ал енді сіздердің, мысалға, оқып жатқан адамдардың төлеп жатқан ақшасы сол балалардың зарплатасы деп айтсам болады. Дұрыс айтасыз, тура сол.
Жанар әпке, сөздің соңында бізге 9 минуттай қалыпты қазір эфир өзі 1 сағат қой сақталатыны. Ойбай, Сөздің тоқтамаймыз. соңында мына арада менде Құдай қаласа мини курс, мен үлкен курсқа сіздің де жаңағы заттарыңыз, оны өзіңізге айтамын Құдай қаласа. Заттарыңызды қосып, ынталандыру бағытында бір дүниелер жасап жатырмыз үлкен курсқа. Мынау бізде мини курс. Бұл мини курс болғанда бұның ішінде полный 9 модульдан тұратын сабақ. Оның ішінде Инстаграмың, мына бір SMM-нің өзін күштілеп, мына таплинг, тил деген дүниенің бәрін үйретеміз, мықты мамандықтар. Осыған дайындалдым мен өзім. Өзім дайындалдым. Енді осы жерде өзінің ісін бастауға кішкене қорқақтап тұрған әйелдер де бар арамызда да. Соларға не дейсіз? Одан кейін осы сабақтың бағасын уже сатып алып үлгергендер бар. Бүгін мысалы үшін 5900 теңге жаңағы мини курстың құр бағасы да, қанша дүниені мен арзанға істеп қойдым. Енді осыларға не дейсіз? Қорқақтап отырғандарға не дейсіз? Одан кейін жаңағы сатып алғандарға бір өзіңіздің батаңызды беріп қойсаңыз, қатысушыларға бір батаңызды беріп қойсаңыз деген сияқты. Кеше Марзи айтып еді, біз бір-бірімізге тілек, бата беріп отыруымыз керек екен деп, мына кәсіпкерлер әсіресе дейді. Ол жақсы дейді, мысалы. Сіздің жаңағы дүниелеріңізді мен жазып қояйын деп тұрмын, сіздің көп күшті нәрселер айттыңыз. Ал енді бұл жаңа қазір мысалға мамандықтың түрі өзгерді ғой. Қазір мен мына жерде уақыт тығыз болып тұр да, бір ручка беріңдерші, осы жерде көрсетіп жібере салайын мен. Бізде қазір жалпы бизнестің системасы өзгерді. Елдер әлі бұрынғыдай отырады, базарда, мысалға біз бұрын базарда отыратынбыз ғой, бізге клиенттеріміз келетін, біз бүкіл затты толтыртып ассортимент жасап қойып, клиенттер соның ішінен таңдап жүріп алатын, Қазір адамдар товарға келмейді, қазір адамға келеді. Сондықтан мен сіздерге айтатыным, Сарканай, сенің жасап жатқан жұмысың өте керемет, бастамаң құтты болсын. Мен саған сәттілік тілеймін. Менің оқырмандарым тыңдап отырған болса, міндетті түрде өздерін дамыту үшін барып оқысын деймін. Бұл жаңа мамандық, бұл жаңа заманның талабы. Бұны білмейтін болса, ертең адамдар өспейді. Біздің карантин оны бізге бәрімізге көрсетті, Мысалға, бұрын былай болатын, пирамида ғой, мынау былай. Бұрын біз деген бірінші бүкіл товардың бәрін жайып алатынбыз да, халыққа көрсетіп, сол арқылы өсіп, мына шыңына шығатынбыз. Сөйтіп өзімізді мен пәленшенің иесімін деп мақтанатынбыз. Мысал үшін. Мен базарда тұрдым да, осылай өсіп, мынанша барлығын жайып көрсетіп, барып мен мынандай болдым дейтінбіз. Қазір ашық, жарқын ақпаратқа ашық болу керек, білім ал, білімнің заманы, информационный век дейді, ақпараттың заманы. Сондықтан қазір бірінші мына жерде өзің тұрасында, мынаның бәрін жасайсың, жоғары қаратай. Бірінші өзіңді қалыптастырасың, содан кейін барып сен басқа нәрселерді сата аласың, жасай аласың, кез келген дүниені. Сондықтан сен жасап жатқанның барлығы жаңа мамандық. Бұрынғыдай бизнестары жүрмей жатқан жандарға айтатыным, ол бизнес система қалды. Сондықтан бизнесті жаңалай қалай жүргізу керек, мына Сарканайдың жасап жатқан орталығынан оқып үйреніңіздер деп айтқым келеді. Бізге әлі былай ғой үйренетін зат өте көп. Рахмет сізге, Жанар апай. Сіздің тұшымды әңгімеңізге, вообще мен негізгі өзім тоймай қалдым негізгі. Сізбен тағы да бір эфир жасаймыз да осы болашақта. Өйткені күшті мына білім бар ар жағында. Білім деген енді бар ғой, каждый нәрсені бүйтіп жетесіне жеткізіп, құр сөз деген өзі білініп тұрады ғой адамда. Білім бар. Рахмет сізге. Рүстем ағамыз. Жалғастырайық па, қалайық деп қойсашы. Жалғастырамыз. Мен халқым жалғастырайық па мына эфирді? Халқым керек па деп па? Халқым керек па? Енді сені қонаққа мен шақырайын. Міндетті түрде, любой уақытта, Жанар әпке. Керемет енді. Алла разы болсын сізге. Кәсібіңіз дөңгелей берсін. Қаншама қыздарды дамыта беріңіз, өсе беріңіздер. Рүстем ағам екеуіңіз тек биікте жүріңіздер. Рахмет, Алла разы болсын. Ал енді Сарканай, осы барлықтарыңызға бойларыңыздан қуат кетпесін, жандарыңыздан шуақ кетпесін. Жақсы күндерде кездесейік. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет. Ал енді шығып кететін жағы қайда? Қазір мен өзімнен шығарам. Мә, қыздар, сіздерге қалай? Маған қатты ұнады мына эфир. Вообще күшті кісі мына кісі бар ғой, көрдіңіз бе, аурасы тап-таза, бір арамдық жоқ қой. Адамның ниетіне қарай Құдай береді деп мен постоянно айтамын. Вот бір мысал сіздерге. Бұл кісінің күйеуі, бұл кісінің отбасы тіл көзден сақтасын, енді керемет. Мен әлі де эфирлер жасаймын. Құдай қаласа, мына эфирді сақтаймын. Жанар әпкені қандай күшті әңгімелер айтты, Кәсіптің басы мақтан, ортасы шашқан, аяғы аңтаң деген вообще маған қатты өтті негізі. Шынымен ғой, көп адамның басында.
Сондықтан батасы қабыл болсын. Апамыздың сіздерге тілек айтып жатыр, мінекей сабаққа қатысыңыздар. 27-сі күні уже басталады. Бүгін әнемне деп 23-үне келдік. Иә, Құдай қаласа жақсы эфирлерде жолыққанша ертең тағы кешке күтіңіздер.